Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін Астана күніне арнап балабақшаға арналған осындай қазақ елі монументінің кішкене макетін жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк қойып, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен осындай дөңгелек шеңбер пенопласттан және осындай тік төртбұрышты үш штугін қиып аламыз. Және осындай арка тәріздестен екеуін қиып аламыз. Және квадраттан екеу, кішкене квадраттан үшеуін қиып алатын боламыз. Және осындай дөңгелек шеңбердің кішкене екі түрін қиып алатын боламыз. Ең алдымен дөңгелек шеңберімізді монументіміздің астына қоятын боламыз. Үш штук тік төртбұрышымызды бір-біріне ыстық клей арқылы жабыстырып, жан-жағын тегістеп, канцелярский пышақтың көмегімен қиятын боламыз. Және аркамызды осы жабыстырылған төртбұрыштың екі жағына жабыстыратын боламыз. Сіздер канцелярский пышақтың көмегімен тегістеп қиып алсаңыздар болады. Менде болмағандықтан осындай бүдір-бүдір болып тұр. Бір квадратымызды дөңгелек шеңбердің ортасына жабыстырып, оның үстіне аркасы бар төртбұрышымызды осылай қақ ортасына ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Енді екінші квадратымызды осы төртбұрышымыздың үстіне жабыстырамыз. Оның үстіне кішкене үш квадратты біріктіріп, жан-жағын тегістеп қиып, оны да ыстық клей арқылы орналастыратын боламыз. Және кішкене екі шеңберімізді екі жағына орналастыратын боламыз. Осындай төрт зубочисткіні төрт жағына қадаймыз. Кәдімгі ақ парақтан осындай трубочка істеп, оны монументіміздің төбесіне жабыстыратын боламыз. Жылтырақ золотистый фоамираның құстың белгісін істеп, оны да қағазымыздың ең ұшына жабыстыратын боламыз. Міне осылай мен жабыстырып алдым. Суретке қарап жасасаңыздар болады. Және осындай төрт жағына қара фетрдан осылай жасадым. Енді эмальой краскіден аққа бояп шықтым. Назарларыңызға көп рахмет.